Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сіздермен біздің өтетін тақырыбымыз сөйлемдегі сөздердің байланысы 56-шы сабақ. Олай болса бізбен бірге болыңыздар. Канал ұнап жатса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше сабағымызды бастайық. 56-шы сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетуді үйренеміз. 22-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Лебі мұздай ызғарлы, алып келді қысқарды. Қысқа түндер ұзарды, ұзақ күндер қысқарды. Авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Өлең не туралы айтылған? Оған ат қой дейді. Өлең бізде қаһарлы қыз туралы айтылған, иә балалар? Және де қысқа күндердің ұзарғанын, және де ұзақ күндердің қыста қысқаратыны туралы айтылған, иә? Өлеңнің атын, яғни тақырыбы біз қыс келді деп қойсақ болады, иә? Қарамен жазылған сөйлемдердегі сөздердің байланысын тап дейді. Балалар, бізде бұл жерде қарамен жазылған қысқа түндер ұзарды, ұзақ түндер қысқарды, иә? Енді байланыстыратын болса, қысқа түндер нелер, не ұзарды? Қысқа түндер қайтты, ұзарды. Осы екі сөзді біз байланыстырамыз, иә? Енді ұзақ күндер қысқарды. Не қысқарды? Ұзақ күндер. Қайтты, ұзақ күндер қысқарды. Келесі 23-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Аспанда жастық сөгілді, аппақ мамық төгілді. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Аспанда жастық сөгілді. Бұны бізде көрсеткен үлгі ретінде, иә? Енді біз аппақ мамық төгілді деген сөйлемне, мысалы, аппақ төгілді, мамық төгілді деп байланыстырсақ болады, иә? Ал үлгіде бізде аспанда сөгілді, жастық сөгілді деген сөздерді бір-бірімен байланыстырған. Балалар, сіздерге 23-ші жаттығу түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса 24-ші жаттығуды жалғастырамыз. 24-ші жаттығу берілген сөздердің ішінен табиғатқа қатысты сөздерді тап дейді. Жерде балалар табиғатқа қатысты бұлт, боран, қар, аяз, көл деген сөздерді алуымызға болады, иә? Олай болса бізде келесі 25-ші жаттығуды жалғастырамыз. Тапқан сөздеріңнің қайсысы мына сызбадағы сөздерге сәйкес келетінін анықта. Өзіңе ұнаған сөздерді қатыстырып, сөйлем құра дейді. Үскірік аяз деуімізге болады, иә? Ұлпа бұлт деп айтылады. Ақша қар деп айтылса, шалқар көл деген сөз шығады. Қарлы боран деп айтуымызға болады, иә? Енді келесі тапсырма. Сөйлем құра дейді. Ақша қар жауып, қарлы боран болды десек болады, иә? 25-ші жаттығу. Мақалды оқып, жатқа жаз. Ағын су арнасын табады. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет депті, және де мақалдың мағынасын түсіндір деп бізге тапсырмалар берген екен. Ағын су арнасын табады дегеніміз, бұл бізде балалар екі мағынада айтылады. Бірінші мағынада ағын судың өзінің арнасын табатындығын айтып тұрса, екінші мағынада адам алдына мақсат қойса, сол мақсатқа жетеді деген мағынада айтып тұр. Яғни балалар, сіздер алдыларыңызға белгілі бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жететін боласыздар. Және де балалар, сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет деген екен. Бізде мінекей ағын табады деген сөздерді байланыстырдық, және де ағын су деген сөздерді байланыстырдық, және де арнасын табады деген сөздерді байланыстырдық. Мінекей балалар, бүгінгі сабаққа бізге берген тапсырмалар осындай болған. Тапсырмалар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Олай болса келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.